Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай чак-чактың дайындалу жолын көрсететін боламын. Барлық сырын барынша ашуға тырысатын боламын. Мен қалай жасаймын, солай көрсетемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, шым-шым тұз салып, жақсылап араластырып аламын. Үйдің жұмыртқасы болса тіптен жақсы болады, себебі үйдің жұмыртқасы қамырымызға ерекше сары түс беретін болады. Сонымен чак-чагымыз өте әдемі болып шығады. Ұнымызды салып, орташа қатты, қолға сәл ғана жабысатын жұмсақ қамыр жасап аламыз. Қамырымызды елеп болғаннан кейін осындай пищевая пленкаға орап, кішкене 10-15 минутқа май қызығанша қойып қоюымызға болады. 10-15 минуттан кейін қамырымызды алып, жаятын боламыз. Жұқа етіп жаймаймын, орташа қалың жаямын. Себебі піскен кезде құрғап қалмайды, жақсы болып шығады пісіріп жатқан кезде. Сосын мен қамырға шекер қоспаймын. Шекермен жасалған қамыр қуырылған кезде тез қарайып кетеді. Мінекей осында қалыңдықта жайып аламыз. Енді оқтауымызға орап, кеспе сияқты қылып кесіп алатын боламыз. Және де мен қолданатын тағы бір лайфхак, қамыр жайып жатқан кезде бөлмеде жел болмауы қажет, яғни терезе, есік ашық тұрмауы қажет. Сол кезде қамырымыз жақсы болып шығады. Қамырымызды 4-ке бөліп алдық, енді кесіп шығамыз. Бір-біріне жабысып қалмау үшін осылай ажыратып жібереміз, немесе қамырды бір-бірден алып, дара-дара қылып кесіп шығамыз. Сол кезде бір-біріне жабыспайды. Қызып тұрған майымызға енді салып, жиі араластыру арқылы, яғни тоқтамай араластыру арқылы пісіріп алатын боламыз. Мен бірінші рет май қызып тұрған кезде оттың астын шамалы басып тұрамын. Сол кезде чак-чактарымыз күйіп кетпейді. Чак-чактарымыздың барлығын дәл осындай тәсілмен пісіріп алғаннан кейін, енді бал мен сироп дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға шекерімізді салып, 100 мл осындай су құйып, тоқтамай шекер ерігенше орташа баяу отта жақсылап осылай араластырып тұрамыз. Шекеріміз еріп 5-7 минут аралығында еріп осылай қайнағаннан кейін енді балымызды салатын боламыз. Енді балымыз ерігенше жақсылап тоқтамай араластырып тұратын боламыз. 10-15 минут қайнататын боламыз. Бізде сироп дайын болды, 15 минут қайнады жай отта. Енді чак-чагымызды ыдысымызға салып, керегінше, яғни өздеріңіз қалауларыңыз бойынша мен мейіз ғана салдым. Әртүрлі жаңғақтың, орехтің түрлерінен салсаңыздар болады, әдемілік үшін. Мен осылай барлығын салып, мейіз салып болған кейін осылай бір араластырып аламыз. Енді сиропты құйып, жақсылап лопатаның көмегімен, немесе ыңғайлы, өзіңізге ыңғайлы, немесе қолмен жақсылап араластыратын боламыз. Мына сиробымыз чак-чактың барлық жеріне тиюі қажет. Барлығын араластырып болдық. Енді кішкене кесеге бізге осындай кішкене су қажет болады.
қазір қолымызды сулап доңғалақтар жасайтын боламыз. Яғни су не үшін? Себебі сіз қазір сусыз жасайтын болсаңыз чак-чактар бір-біріне жабыспайды. Яғни қолға алған кезде де чак-чакқа қатты қысым беріп, қатты басудың қажеті жоқ. Шамал осылай екі қолыңызбен кішкене күтіп басып тұрсаңыз, осындай дөңгелек шығатын болады. Егер де бұлай болмайды дейтін болсаңыз, кез келген торттың формасына, яғни қалыбына салып, чак-чагымыз жақсылап нығыздап салып, бетін пищевая пленкамен орап, холодильникке 2-3 сағатқа қойып қойсаңыз да, кесіп жегенге өте ыңғайлы. Мен осылай жасап көрдім. Негізі бұл чак-чактың дәл осы рецептің түрін заказға алсаңыздар да болады. Үйде заказ қабылдасаңыздар да болады. Өте әдемі жақсы шығады. Мінекей барлығын осылай сумен жасап шықтым. Міне осылай болып шықты. Енді тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып жақсылап қатырып алатын боламыз. Беті міндетті түрде пищевая пленкамен орау қажет. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.